Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романы. Жалпы бұл романның мақсатына қысқаша тоқталатын болсақ, оқушыларға арналған көмекші құрал. Жоба туралы ақпараттар айта өтсек, ең алдымен Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» романы қазақ әдебиетіндегі алғашқы психологиялық романдардың бірі. Шығармада 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы әлеуметтік теңсіздік, әйелдің тағдыры, ұлттық сана мен төңкерістің әсері терең суреттеледі. Романның басты кейіпкері Ақбілек өмірдің қиындықтары мен әділетсіздігіне қарсы тұрып, рухани жаңғыру жолында күрескен қайсар қыз. Бұл жобада романның тақырыбы, көтерілген әлеуметтік мәселелер мен оның қазақ әдебиетіндегі орны жан-жақты қарастырылады. Жобамыздың мақсаты Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» романының терең әдеби мазмұнын заманауи оқырманға жақындату үшін жасанды интеллектке негізделген әдеби талдау құралдарын және интерактивті платформаны енгізу. Бұл арқылы оқырмандардың классикалық шығарманы сын тұрғысынан талдау, кейіпкердің психологиялық күйін түсіну және романның тарихи-мәдени контекстін терең меңгеру дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Келесі бізде электронды оқулық «Ақбілек» романының электронды кітабы. Бұл біздің Хейзен платформасы арқылы жасаған «Ақбілек» романының электронды кітабы болып табылады. Кітап жалпы 199 беттен тұрады. Кітаптың мазмұнына жеке-жеке тоқталатын болсақ, ең алдымен «Ақбілек» романының басыңғы бөлігіне тоқталайық. Жалпы «Ақбілек» романының сюжетіне тоқталамыз. «Ақбілек» романының бастауы қазақ ауылының сол кездегі өмір салтын, тынысын көрсетеді. Ауыл адамдары өз шаруаларымен күнделікті тіршілігін жасап жүрген, ел ішінде тыныштық бар сияқты көрінеді. Сол ауылда Мәмбеттің қызы Ақбілек бой жетіп келе жатқан сұлу, әдемі, мінезді ибалы қыз. Әкесі Мәмет беделді, дәулетті адам болған. Ауыл оған құрметпен қараған. Шығарма басында автор қазақ әйелінің табиғи тазалығын, тәрбиесін, сұлулығын ерекше суреттейді. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмайды. Қазақстан даласына азамат соғысынан ауыр толқыны жетеді. Қызылдар мен ақтар арасындағы саяси тартыс бүкіл ел ішіне қауіп, қорқыныш әкеледі. Ел арасында белгісіздік үрей көбейеді. Міне, дәл осы күрделі кезең Ақбілектің тағдырына тікелей әсер етеді. Яғни роман басында сырт көзге тыныш көрінген ауыл, ал іште қара бұлт жиылып келе жатқан тарихи толқынның белгісі бар. Автор осы арқылы қоғамның бұрынғы тұрақты өмірінің күйреуге бет алғанын көрсетеді. Бұл бөлім Ақбілектің трагедиясының басталуы, алдындағы соңғы тыныштық іспетті.